Мына нәрсе өте маңызды нәрсе жігіттер. Намаздың ішкі сыртқы парыздарын жаттап алайық. Қараңыз, біздің білмей істеуімізбен намазымыз намаз болмай қалуы мүмкін. Мешітке кірсеңіз, жамағат намаз бастап қойған. Енді сіз жүгіріп келесіз де, қосылуымыз керек қоя. Қараңыз, бірінші парыз такбир тахрима, бұл намаздың ішіндегі парыздың біріншісі такбир тахрима. Аллаху акбар деп құлақ қағу дейміз ғой біз. Егер де сіз жүгіріп келіп қараңыз, қолыңызды бүйтіп көтердіңіз де барып намазға тұра салсаңыз бар ғой, сіздің намазыңыз толық болмайды. Өйткені бұл жердегі парыз қол емес. Парыз Аллаху акбарды айту парыз. Осыны дұрыс түсініп алайық жігіттер. Егер де сіз қолыңызды көтерсеңіз, Аллаху акбарды айтпадыңыз ба, сіз парызын өтеген жоқсыз намаздың. Ал егер де қолыңызды көтермей де қалдыңыз, келдіңіз де намазға тұра салдыңыз да, бірақ Аллаху акбарды айтсаңызшы, онда намаз болады. Қолды көтеру бұл сүннет. Оны істеме деп жатқан жоқпыз, бұл істелінеді, бұл жақсы, бірақ бұл сүннет. Бұл жердегі парыз Аллаху акбарды айту. Сүннет орындалмаса намаз болады. Ал парыз орындалмаса намаз толық болмайды жігіттер. Түсіндіре алдым ба?